Жаратылыстану пәні тақырыбы кіші ғарыш денелері. Бүгін астероид, комета, метеорит деген не екенін білесің. Бүгін біз астероидтар мен метеорлар және де кометалар туралы айтамыз. Ал ендеше кеттік. Астероидтер деп күнді айнала қозғалатын аспан денелерін айтамыз. Олардың басым бөлігі Марс пен Юпитер орбиталарының аралығындағы белдеудегі орналасқан. Белдеуде 200-ден аса ірі астероид бар. Олардың диаметрлері 100 шақырымнан асады. Сондай-ақ осы белдеудің ішінде миллиондаған ұсақ астероидтер болады. Әдеттегі астероидтың сыртқы бетінің орташа температурасы 73 градус. Кейбір теорияларға сүйенсек, белгілі астероидтың көпшілігі басқа ірі денелердің жарықшақтары болып табылады. Метеорлар дегеніміз жарықтың жарқыраған жолақтары. Олар аспанда пайда болады да қайта жоқ болып кетеді. Оларды адамдар аққан жұлдыз дейді. Өйткені метеор аспаннан ағып түсіп бара жатқандай көрінеді. Метеорит деп аталатын сынық бөлшек жер атмосферасына сырттан келіп енгенде метеор пайда болады. Күшті ауа кедергісіне ұшыраған метеорит әбден қызып, газдар мен балқыған бөлшектерінен жарқыраған жолақ қалдырады. Көптеген метеориттер жерге жетпей жатып жанып кетеді. Жерге жетіп құлаған метеориттің бөлшектері метеорит деп аталады. Метеорит жауыны дегеніміз не? Жер ұсақ метеориттердің ағындаған жолағымен немесе топтанған шоғырмен бетпе-бет келеді. Мұндай жағдайда аспан ұшқындарға толып кеткендей көрінеді. Бұл ағындар шоғырлардың комета секілді өз орбитасы болғандықтан, олар кометалардың бөлшектері саналады. Міне қызық, метеориттердің көпшілігі, метеорлар мен метеориттердің көпшілігі бірнеше секунд ішінде жерге жетпей жатып қызады. Үлкен астероидтер тегіс емес жұмыр тас. Атмосфераның үдемелі қызуына шыдаған метеорлар метеорит деп аталады. Метеордың 3 түрі бар: тас, темір және тас темір. Астероидтар көлемдері жағынан бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Ең ірі астероид 1801 жылы табылған. Оның диаметрі 933 шақырымға тең. Комета газ немесе шаң бөліп шығаратын мұз дене. Біз көретін кометалардың көпшілігі ұзын, сопақша күн орбитасын айналып жүреді. Комета кома деп аталатын бұлт атмосферасымен қоршалған қатты ядродан және бір немесе 2 құйрықтан тұрады. Көптеген кометаларды телескопсыз көру мүмкін емес. Өйткені олар тым кішкентай немесе күңгірт. Әйтсе де кей кометаларды күнге жақын ұшып келгенде бірнеше апта бойы жай көзбен тамашалауға болады. Кометаларды күн сәулесі шағылысатын команың және құйрықтарындағы газ бен шаңның арқасында көре аламыз. Сондай-ақ газдар күннен енген энергияны бөліп шығару арқылы да жарылады. Кометаның құйрығы барлық уақытта күнге қарап бағытталады. Астрономдар кометаларды олардың күн орбитасына қаншалықты ұзақ жүріп жететініне қарай топтастырады. Қысқа мерзімді кометаға бір орбитаны айналып шығу үшін 200 жыл жеткілікті. Ал ұзақ мерзімді комета үшін бұл үдеріс 200 немесе одан да көп жылдарға созылады. Кометалардың жаман әсері болатыны рас па? Жұрт кометалар сәтсіздік әкеледі деген ырымға сенеді. 1835 жылы Хейлей деп аталған кометаны Нью-Йорк қаласында болған өртке қатысты кінәлаған. Алайда бұл теріс түсінік.
Комета табиғаттың атмосферада жиі болып тұратын әдеттегі құбылысы. Кометаның ішкі жүйесіне жақындауына байланысты күннен бөлінетін жылу ядролардың бетіндегі мұзды ерітеді де газ бен шаң бөліктерін ғарышқа сығып шығарады. Осы газ бен шаң кометаның комасын қалыптастырады. Кометаның массалық салмағы жер салмағына қарағанда миллиард есе кем, ал құйрығындағы зат тығыздығы нөлге тең. Сондықтан оның күн жүйесіндегі ғаламшарларға ешқандай әсері не зияны жоқ. Кометаларды күн радиациясы итеріп шығарады. Осымен біздің видеомыз да бітті. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар, каналға тіркеліп, лайкты аямайық. Модель жаса. Астероидтар белдеуінің моделін жаса. Ол үшін 59-шы бетте модель жасау үлгісі бар. Соны басшылыққа ала отырып, орында.